Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үлпілдек, жұмсақ, осындай шар сияқты болып үріліп, әдемі болып пісетін бауырсақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл менің ең сүйікті рецепттерімнің бірі. Құрамын описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы су, жылы сүт және 1 шай қасық толы ашытқы саламыз. 50 граммдай шекерімізді салып жібереміз. Қаймақ саламыз. Қаймақ болмаса майонез салуға болады. Және де ерітілген сары май, 2 жұмыртқа қосамыз. 1 шай қасық тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамырлейміз. Ұнымызды осылай 2-ге бөліп саламыз. Қамырымыз осындай жұмсақ, әдемі болып үйлену керек. Үстінен шамамен 1 ас қасықтай сұйық май құйып, қамырымыздың үстінен осылай басып шығамыз. Қамырдың бетін пакетпен жауып, 1,5-2 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Шамамен 1,5 сағат уақыт өткеннен кейін бауырсағымыз осылай әдемі болып көтеріліп ашып шығады. Ал енді бауырсақтарымызды жайып, кесіп дайындап аламыз. Осылай 1-2 рет илеп жібереміз. Қамырды 2-ге бөліп аламыз. Бір бөлігін әзірше бетін жауып, бір шетке ала тұрамыз. Қамырымызға аз-аздап ұн себелей отырып, қатты жұқа қылмай орташа қалыңдықта жаямыз. Егер қамыр тым жұқа болып жайылатын болса, ол көтерілмей қатты болып пісуі мүмкін. Өзіңіздің қалаған формаңызда кессеңіз болады. Мен осылай дөңгелетіп кесіп шықтым. Шетіндегі артық қамырларды осылай алып тастаймыз. Бұл қамырдан да бауырсақтар жасайтын боламыз. Бауырсақтарымыздың асты жабысып қалмас үшін осындай матаның үстіне қоюымыз қажет, және арасын алшақ ашып, бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Қамырдың келесі бөліктерінде жайып, кесіп шығамыз. Мен осылай 4 бұрышты етіп кестім. Бауырсақтарымыз кеуіп қалмас үшін бетін жауып қоямыз. Біздің бірінші кескен бауырсақтарымыз осылай әдемі болып көтеріліп тұрады. Қазір енді оны пісіреміз. Майымызды жақсылап қыздырамыз. Ағаш таяқша салғанда осылай көпіршіктер шықса, майымыз қызды деген сөз. Бауырсақтарымызды салып, 2 бетінде қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Бауырсақтарымыз піскеннен кейін бойындағы артық майларды алу үшін қағаз майлыққа түсіреміз. Келесі бауырсақтарды да дәл солай пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бауырсақтар өте әдемі болып көтеріліп пісіп шықты. Егер дәл осы құраммен жасап пісіретін болсаңыз, сіздің бауырсағыңыз өзінің балғындығын 2-3 күнге дейін ұстап тұрады. Видео ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алда түрлі рецепттер болады. Сіздермен болған Нұрзина.